Сәлеметсіздер, құрметті торпақ белгілері. Ақпан 2025 жыл қандай өзгерістермен болуы мүмкін сіздерде? Ақпан айына арналған жорамалға қарап көретін боламыз сіздерді. Энергияңызды шақырып көретін боламыз, құрметті торпақ белгілері. Сіздерді ақпан айында не күтеді? Жалпы кеңестер, өзіңіз сезіну қалай болады? Кейбір мәселелерде қарап көретін боламыз. Өте күшті сіздерде қауіпсіздік, көпшілдік, сіздерде комфорт, өзіңізге ыңғайлы атмосфера болады. Аса қатты шаруалар, белсенділік деп айтуға келмейді. Аса қатты ұмтылыстар жоқ, әуестену деген сияқты. Барлығы сіз үшін ыңғайлы. Қазіргі сәтте аса қатты наразышылық туындамайды сіздерде. Жалпы торпақ белгілері. Сіздерге беретін кеңесі аса қатты ақпан айын бекер өткізе алмаңыздар. Жалқаулық, шамадан көп демалыспен еркіндісіп кетуге болмайды. Жалпы белсенді болыңыздар, шаруаларды уақытылы бітіргеніңіз жөн, барлық қарбалас келіп қалмау үшін өзіңізді көрсетіп, шапшаңдыққа жол беріңіз. Әрине, осы деңгейім жақсы, аса қатты ұмтылысым жоқ деп есептесеңіз, барлығы күшті десеңіз, сонда да алға ұмтылыстар, тағы да бір мәселелерді ойланып көру және сол уақытылы жасағаныңызға кеңес береді. Шаруаларды қалдырмаңыздар. Сіздерде аса қатты шаруалға ұмтылыстар жоқ. Қазіргі сәтте тек ойлану, комфорт, немесе қазіргі сәт бүгінгі күнмен ләззаттанып өмір сүру кезеңіне бол жатқан болуы мүмкін. Сіз үшін ыңғайлы, аса қатты бір жоспарлар жоқ. Жоспар құрмай жатқаныңыз көрсетеді. Сіздерге жоспар құрып, уақытылы барлығын өңдеп жасағаныңызға кеңес береді торпақтар. Сондықтан сіздерге өзіңіз көрсетіңіз, шапшаң танытыңыз, шаруалардың барлығында өзіңіз қолға алыңыз. Немесе мынадай болуы мүмкін, кейбір торпақтар шаруалардың біреу шешіп береді, біреулер көмектеседі, немесе жақындарыма айта салам. Жоқ, шаруаларыңыз барлығын өзіңіз қадағалау керексіздер. Өйткені сізден басқа ешкім жаны ашымайды. Яғни сіз өзіңіз бірінші алғырлық танысаңыз, тіпті сіз үшін жақын жандар болса да ұмытуы мүмкін, немесе сіз қалағанды жасамауы мүмкін. Сондықтан шаруалардың барлығында өзіңіз бас-көз болғанға кеңес береді. Тағы да торпақ белгілері ақпан айында жалпы өзіңіз сезіну кезеңі қандай болуы мүмкін? Өзіңізді сезіну әрекеттері өте күшті бұл жерде. Тіпті салмақ тастау, жинау мүмкіндіктері жоғарылайды. Шапшаңдық, спортпен айналысу әрекеттері орын алуы мүмкін. Жақсы тамақтану режимдерін сақтайсыз. Әрине, бұл жерде өзіңізге қамқор боласыз. Қандай да бір мәселе болса қаралу, мамандарға, психологиялық жан тұрақтылығы, жалпы өзіңіз сезіну өте күшті. Әрине, кей кезде қан басым көтерілумен аса қатты көп іс-қимылдар шаршатуы мүмкін, кейде тынығып алғанға да кеңес береді. Бұл жерде спортпен айналысу кезеңі болса өте жақсы. Тіпті бұл мәселе иммунитет жоғары болады, энергия жоғары болады. Сондықтан осылай әрекеттер бар сіздерде. Тіпті қай фигура, қандай бір жоспарларыңыз болса да жасап алуыңыз мүмкін. Тағы да бұл жерде психологиялық тұрақтылықтарға алып бару үшін жалпы жан тыныштығы, немесе өзіңіздегі ыңғайлық, жайлылық әрекеттеріне алып баратын сезімде боласыз. Яғни өзіңіздің көңіліңіз толады, бір нәрсеге уайымдау деген сияқты. Жалпы денсаулық мәселесі сабырлы, оңды, аса қатты мазаламайды сізді. Барлығы өз қалпында. Қандай да бір мәселе болса да шешуге тырысасыз. Консультация алуға, қаралуға, ізделуге деген сияқты сіздерде де өте күшті. Яғни бұл жерде адамның именно өзінің сезінуіне бос қарамайтын, немқұрай қарамайтын көрінеді. Именно өзіңізге келген кезде, денсаулығыңызға келген кезде мәселе тіпті туындамайды деп айтуға болады. Мәселе болған жандар шешуге тырысады. Тағы да торпақ белгілері жалпы сіздердегі жұмыс сұрақтарына келетін болсақ, ақпан айында қандай өзгерістер болуы мүмкін? 2025 жыл торпақтарымызда жұмыс кезеңі ситуацияларда жұмысыңызды жақсарту үшін әрекет жасауға тура келеді. Бұл жерде
бір нәрсе энергия беруге тура келеді деген сияқты, яғни құр қалдыруға болмайды, босқа бір мәселеге ұмтылыс жасап, бір ситуацияны сақталу үшін әрекеттер жасап жатқаныңыз көрсетеді. Қателіктер жібермеу үшін немесе дамыту үшін, өркендету үшін бір қозғалыстар жасап, бір жалпы жұмысыңызға ерекше назар бөлуге тура келеді. Бір шаруаның мәселелерін толықтай мұқият қадағалайтыныңыз көрініп жатыр. Бұл жерде тағы да торпақ белгілері жалпы сіздерде жұмыс кезеңінде барлығын мұқият реттеп, шаруаларға мұқият назарыңызды бересіз және толықтай жұмысқа энергияңызды бересіз. Бірақ нақты бір маңызды шаруалар мәселелерде шешіледі деп айта алмаймын, бірақ кейбір ситуация, мысалға жұмыс кезеңде қалу үшін немесе жақсарту үшін ұмтылыстар жасасаңыз қолыңыздан келеді. Ақпан айында қолға алу, барлығын бір қателіктерді жөндеу, жалпы өзара бір келісу, өзара бір әрекеттер, тіпті жақсарту мүмкін қарым-қатынаста әріптестермен, бастықтармен, немесе өзіңіз жеке кәсіпкер болсаңыз дамыту, гүлдендіру, мысалға жақсарту әрекеттер орын алуы мүмкін. Жұмыста сол кезең сәтті болады сіздерде. Сондықтан ақпан айында қандай да бір жұмысқа деген бір күш салған күшіңіз ақталып шығады. Бірақ нақты бір мәселе шешілуі, бір шаруалардың нақты бір белсенді шешілетінін пока что көру қиын, бірақ бір нәтижені көресіз, салған нәтижеңіз жақсы болады деген сияқты. Яғни сізге әрекет керек. Құр бос күтіп отырудың қажеті жоқ. Жұмыста шығам ба деп қорқып жататын жандар жұмыста ақпан айында шығатын көрініп жатқан жоқ. Сондықтан одан әрі мүмкін бір қалуға тырысу, жақсартуға тырысу, бар әрекетіңізді мықтап жасауға тырысу, күресуге тырысатыныңыз көрініп жатыр. Бәсекелестікте біріншілікті алу, жалпы бар күшіңізді, жігеріңізді, дарын, талантыңызды көрсетесіз жұмысыңызда. Қандай да бір қателіктеріңізді жөндеуге тырысасыз, жақсартуға тырысасыз, одан әрі бар ситуацияңыз, күшіңізді салатыныңыз көрініп жатыр жұмысқа деген. Тағы да торпақ белгілері, бұл жерде сіздердегі көбірек мысалы назарыңызды бөлесіз жұмысқа деп айтуға болады. Қарым-қатынас сұрақтарына келетін болсақ, жұбар жандармен ақпан айында торпақтарымызда қарым-қатынас қандай болуы мүмкін? Жұбар жандармен бұл жерде мәселе туындауы мүмкін бе деген сұрақтарда бізде аса қатты мәселе туындайды деп айтуға келмейді, бірақ өкінішке орай татуласу мүмкіндігі болса, проблема болған жандарда татуласу мүмкіндігі немесе жаңа деңгейге өту қарым-қатынаста көрінбей жатыр. Бірақ бұл жерде қарым-қатынаста тұрақталуы, жақсаруы бар, аса қатты бір өзгеріс жоқ, жанжал, айғай-шу, ұрыс-керіс, қарым-қатынаста тексерістер, бір нәрсені дәлелдеу, қызғаныш деген сияқты әрекеттер көрінбейді бұл жерде. Тіпті егер бір аса қатты бір мәселе жоқ болса, тіпті қарым-қатынаста ыңғайлы болады деп айтуға да болады. Ыңғайлы тарапқа көшеді, ауысады сіздерде. Сондықтан бұл жерде қарым-қатынас күшті, жақсы кезең деп айтуға болады. Бірақ мысалы маңызды бір мәселелерде бір түсініп алу, бір нәрсенің басын ашып алу, деген сияқты шаруаларда ақпан айында көрінбейтін ондай мәселелер. Мүмкін бір ондай мәселе де туындамайды. Ондай мәселені шешуге де тура келеді. Мүмкін бала шаруаларымен айналысу, бала мәселесін ақылдасу, бірге тұрмыс тіршілікте бірге ұмтылыс, дамулар, бірге ақылдасулар, әрекеттер болуы мүмкін бұл жерде. Барлығы ыңғайлы болады. Яғни сіздерде қарым-қатынас аса қатты маңызды болмауы мүмкін мысалға кейбір торпақтарымызға. Тағы да ақпан айында енді уайымдатпауы мүмкін. Финанс ақша сұрақтарыңызға келетін болсақ, торпақ белгілері ақпан айында қандай болуы мүмкін? Финанс ақша сұрақтарыңыз бұл жерде көп мәселеде финанс ақша сұрақтарына бар жігеріңіз салатыныңыз көрініп жатыр. Бұл жерде жинау мүмкіндігі бар, сонымен қатар шығындар да туындап қалуы мүмкін. Ақшаға деген сіздерге де мұқият болған кеңес береді. Ақша кезеңдерінде кейбір шаруаларда алданып қалмауға кеңес береді. Ақшадан мұқият болыңыздар ақпан айында. Сонымен қатар реттеуге шығындар, жоспарланбаған төлемдер шығып қалуы мүмкін. Уақытылы төлеп жүрген кеңес береді. Мұқият болғанға, барлығын сұрыптап талдағанға кеңес береді. Барлығын реттейтініңіз көрініп жатыр. Ақша кезеңі өсу мүмкіндігі бар, бірақ сіздің бар күшіңізбен, мысалы біреуден қарызыңызды қайтарып алу үшін жалпы жігеріңіз салуға тура келеді, табандылығыңыз көрсетуге тура келеді деген сияқты. Мысалға қарызды қайтарып алу үшін ақша кезеңдері, ақша табу кезеңі оңай болмайды. Яғни сіздің әрекетіңіз, күшіңіз, энергияңызбен болады бұл жерде.
Сондықтан осылай әрекеттер. Яғни сіз барлық күш жігер қайратыңыз салып жатсыз, көбейту мүмкіндігі жоғары. Сонымен қатар реттейтініңіз көрініп жатыр. Бұл жерде заң аясынан келетін ақшалар бар, заңды жаңағы жалақы әрекеттері барлығы жақсы. Бұл жерде шығындар да бар. Сонымен қатар бұл жерде босқа шығын деп айтуға келмейді, жақсару мүмкіндігі бар. Тек қана ретті әрекеттер, мүмкін бір құжаттарды, ақша кезеңдерін толтыруыңыз мүмкін құжаттармен, соған назар аудару керек. Мүмкін бір шаруаларды бітіруіңіз мүмкін ақша кезеңдерінде. Төлемдер болады, барлығы ретте, белсенді, ақырындап, бірақ нақты бір қарыздар жабады, толықтай қарыздарын жабамын, толықтай бір үлкен қомақты сома ақша кезеңдеріне пока что әрине қиын кезең емес, әрине барлығы шаруалар бітіру мүмкіндігі бар, бірақ нақты бір үлкен қомақты сома немесе толықтай кредитін жабу деген сияқты әрекеттер орын алмайтыны көрінеді. Тағы да торпақ белгілері сіздерде ақпан айында жалпы жағдайларға келетін болса қандай өзгерістер болуы мүмкін? Жағдайларда жалпы жағдайлар деген кезде сіздерде кейбір ситуацияларда өзіңізді жалпы сабырлы ұстауға тырысып жатсыз, қай ситуация болса да. Өйткені сізде комфортта, сіз ешкімге іштегі бір мәселеңізді көрсетпейсіз, ешкімге. Яғни сіз іштегі бір мәселеңізді бір проблема болса да уайымдаса, сіз мүлдем сыртқа көрсетпеуге тырысасыз. Яғни сіз барлығы жақсы, менде күшті, яғни әлсіз тұсыңызды көрсеткіңіз келмейді. Яғни бұл мінезіңізге де сай емес. Жалпы мықты, табанды екеніңізді мінезіңізден ақ білуге болады, қандай батыл адам екеніңізді. Сондықтан осылай бір әрекетіңіз көрсетесіз. Жалпы қандай ситуацияда ішкі жан әрекеттеріңізді, ішкі сезінуіңізді жасырып, жақсы қылып көрсетуге тырысуыңыз мүмкін. Бір мінезіңізде, яғни бұл жерде сіздерде барлығы күшті, барлығы жақсы деген сияқты әрекеттер бар. Яғни ешкімге сенбеймін, ешкіммен аса қатты бір араласпаймын, ешкімге жан дүниемді ашып айтпаймын, және мен әлсіз түсімді көрсетпеймін деген сияқты. Сізде шамадан эмоцияға берілу, ашулану деген сияқты, сөз таластыру деген сияқты әрекеттер орын алады. Сізге маған бәрібір, мен пікірімді де айтпаймын, яғни мен нейтралмын, өз әлемім, өзімнің шаруаларым деген сияқты әрекеттер бар. Яғни біреуге дәлелдеуге де тырыспайсыз. Сен қалай ойласаң, солай ойла деген сияқты бір әрекеттер. Психологиялық жайдары, мінез әрекеттері бұл жерде. Тағы да бұл жерде торпақтарымызда ақпан айында тағы да шаруаларда мәселелерді алып жүру, кейбір көптен күткен мәселелеріңіз жылжулары мүмкін, қозғалыстарын сезіну мүмкіндігі бар. Көптен күткен мәселелеріңіздегі сұрақтарды, шешімдерін табуыңыз мүмкін, бірнеше мәселелерді шешуіңіз мүмкін, бір іздеген нәрсеңіз табу мүмкіндігі жоғары болады, іздеген әрекетіңіз мүмкін бір ой түйінінде ойланып бір күшті шешімге келесіз деген сияқты әрекеттер мүмкін. Алдында бір шаруаларда атсалыспай жүрген болсаңыз, бір шаруада түсініспеушіліктер туындаса, сол түсіне бастайсыз деген сияқты. Бұл жерде бір мәселеге байланысты сенімділікпен уже ақырындап жолдар таба бастайсыз. Сіз іздеген жол, іздеген сұрақтар ақырындап табылады. Сол мәселеге де бар. Яғни бұл жерде уже реті келді. Бір ситуация шектеулер болды, бір ситуация сізді күтуге мәжбүрлеген, бір сыртқы шаруаның, сіз үшін тоқтап тұрған шаруаның ақырындап жылжи бастайтынын көрсетіп жатыр. Тағы да торпақ белгілері сіздерде ақпан айында 2025 жыл. Бұл жерде кейбір шаруаларда бір адамдармен кішкене сіз маңызды деп есептеген адамдармен мәселе туындап қалуы мүмкін. Яғни бұл жерде бір ситуацияға сізді кінәлауларға тырысу мүмкін. Сол мәселеде кішкене өзіңізді қорғап шығуға тура келетін әрекеттер орын алады. Немесе сіз бір адамға бір кейбір ситуацияда бір тәуелсіз әрекетіңізбен көрсетесіз. Бір адамға дәлелдейсіз бір ситуацияда, бір өзіңіз шеше алатыныңыз. Жалпы сізде қолыңыздан барлығы келеді. Кейде сізде көбіне жалқаулық бар сияқты, немесе аса баяу ақырын қимылдаулар, аса қатты шапшаңдық жоқ. Сондықтан кейбір әрекеттерде сіз ойындамай жатсыз, қандай да бір қарсылық болса да өзіңізді дәлелдеп көрсететініңіз көрінеді. Кейде кейбір торпақтар деп айтайын, өзімшілдігін көрсетуі мүмкін. Яғни сол әрекет айналада проблема туындатуы мүмкін. Немесе сіз маған шаруаңды айтпа, мен өзім мәселемді шешемін деген сияқты, ол именно жақындарыңызға ұнамауы мүмкін. Кей кезде өзімшілдік немесе ақылдаспай әрекеттеріңіз сол мәселеде кішкене сұрақтар туындауы мүмкін. Неге ақылдаспайсың деген сияқты бір
шаруалар бар. Бұл жерде жұбыңызбен емес, мүмкін бір жақындарыңызбен кейбір ситуацияларда өзіңіздің шешімдеріңіз немесе бір өзіңіздің ақылдаспай әрекеттеріңіз кейбір адамдарға жұмысыңызға араласуға тырысады. Сондай әрекеттер бар. Яғни сіз оған өзіңіз жеке шекараңызды дәлелдеп көрсететініңіз де бар. Соған да назар аудару керек бұл жерде. Тағы да көп шаруаларда барлығы сіздерде күшті. Сіз өзіңізге сену, өзіңіз ғана шаруаңызды бітіру әрекеттері және біреулердің ісіне араласпауға әрекет жасайсыз. Яғни сізге тек қана өзіңіздің өміріңіз, өзіңіздің тақырыбыңыз ғана маңызды болады. Бірақ сіздің өміріңізге сол бір тақырыбыңызға қызығатын адамдар да туындауы мүмкін. Яғни сол адамдарға көрсетуге бір тура келіп қалады. Яғни сіз маңызды екенін өміріңіз. Яғни ешкім араласпау керек екенін өміріңізге дәлелдеуге тура келіп қалуы мүмкін. Бұлай да барлығы жақсы сіздерде, өте күшті, қолдаулар болады, әрекеттер болады, мінезіңізде мықтылықты көрсетесіз, барлығында шапшаңдығыңызды көрсетесіз, дәлелдейсіз, сондықтан сіздерде мәселе жоқ, барлығы күшті. Сәттілік тілеймін, лепілдеріңіз аймаңыздар, сау болыңыз.